Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен дәл ресторандағыдай дәмді болатын семга балығының рецептісімен бөлісемін. Және де ол сливочный соуста. Соуста дәл ресторандағыдай болып шығады. Менің каналыма тіркелмесеңіз, алдын ала тіркеліп алыңыз және де видеоның соңына дейін қараңыздар. Біз ең алдымен балықтарымызды маринадтап қоямыз. Бұл жерде 650 грамм балық. Бізге зәйтүн майы немесе сұйық майда бола береді. Мен зәйтүн майын пайдаландым. Тұз және қара бұрыш қана менде дәмдеуіштерден. Және де 2 тіше сарымсақ қажет. Осылай үккіштен өтілген, майдаланған өте жақсылап осы ингредиенттердің барлығын араластыратын боламыз. Тұзы кішкене еруі тиіс осылай. Бұл балыққа негізінде дәмдеуіш, басқа да дәмдеуіштер қолданып қажеті жоқ. Дәмін шығарғанға тұз және осы қара бұрышымыз және де сарымсағымыз ғана қажет. Бұл балықтың өзі де өте дәмді балық, сондықтан артық дәмдеуіш қосып қажеті жоқ. Осылай айналдыра құямыз. Бетіне және де астына түгел барлық жеріне жағып шығамыз қасықпен немесе қолдың көмегімен. Ең соңында осылай лимон шырынын сығып алатын боламыз. Мен 2 тілік кесілген лимонды осылай жақсылап сықтым. 2 ас қасықтай болуы тиіс шамамен. Осылай жақсылап сығып аламыз. Және де екеуін де ішіне сала салдым. Осылай шет-шетіне барлығына қайтадан жағып шығатын боламыз маринадтың түгел. Негізінде балыққа маринад тез сіңеді, өте жеңіл ет болғандықтан. Сол үшін де тұзды да көп сеуіп жібермеңіздер. Дәміне қарай осылай жақсылап араластырамыз. Жарты сағаттың өзі негізінде жеткілікті. Жарты сағат 40 минут маринадтап, бетін жауып бір жерге қойып қоямыз. Менде 40 минут уақыт өтті. Осылай шыны ыдыста мен духовкада пісіретін боламын. Пеште 180 градуста 25 минутта пісіріп шығатын боламыз. 30 минут болса да болады. Қатты кеуіп, қатты пісіп кетпесін. Қарап отырыңыздар. Маринадтарын бетіне осылай кішкене жақтым. Көп құймадым, себебі түбінде тұз болғандықтан қатты тұзды болып кетпесін дедім. Егер де сіздер жай противенге пісіретін болсаңыздар, міндетті түрде астына пергамент бумагасын төсеңіздер, себебі балық кішкене жабысып қалуы мүмкін. Міне пешке саламыз, қызып тұрған 180 градусқа. Гарнирына менде күріш, балық пісіп жатқан кезде осыны жасадым. Бір ас қасықтай сұйық май және де бетін жауып тұратындай су құятын боламыз. Бірінші майды кішкене араластырып аламыз. Және де гарнирына тұз қосып қажет жоқ. Егер де балықтарыңыз тұзды болып кетсе, соустарыңыз тұзды болып кетсе де болмайды. Сондықтан гарнирға тұз қосып қажеті жоқ. Мен пароваркада пісіретін боламын. Егер де дәл осылай пісірсеңіздер, бетінен кішкене ғана су, бір саусақ асатындай ғана су құясыздар. Болды, жеткілікті. Және де 40 минуттың ішінде өзі пісіріп шығарады. Енді сливочный соусын дайындаймыз. Бізге 20% немесе 21% сливки қажет, яғни кілегей. Кукурузды крахмал және де тұз. Осылай салып, араластырып, астын орташа отта қойып қоямыз. Кішкене қызғаннан кейін жайлап астын басып қоятын боламыз. Осылай жақсылап араластырып, ұнның мүлдем комоктары қалмауы тиіс, түйіршіктері. Осылай жақсылап араластырамыз. Және де менде ас көп, және де сарымсақ бір тіше. Дәміне қарай, егер де ас көпті қаламасаңыздар, салмай қойсаңыздар да болады. Бұл міндетті емес, маған ұнағандықтан ғана салдым. Егер де тек қана сливочный соус болғанын қаласаңыздар, сарымсақ және де осы сливки, және де кукурузный крахмал, және де сары майымызды ғана салып жасай беруге де болады. Осылай біраз араластырамыз. Кішкене бұрқылдап қайнауы тиіс, жай отта тек қана. Қасында тұрыңыздар, тез күйіп кетеді. Міне дәл видеодағыдай бұрқылдап кішкене қайнауы тиіс. Осы қайнаған кезде бірденнен астын өшіресіздер. Астын өшіргеннен кейін бірденнен 1 шай қасық майымызды саламыз, сары майымызды. Осылай еріп кеткенше жақсылап араластырамыз. Міне соусымыз да дайын. Енді пештен балығымызды шығару ғана қалды.
Міне балықтарымыз шықты. Өте керемет болған, қатты кеуіп кеткен жоқ. Дәл ресторандағыдай иісі де барлығы керемет болып шыққан. Үйде дайындап жесеңіздер өте бюджетный және де тойымды болып шығады. Егер де менің видео рецептім ұнаса, лайк басуды және подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз, және де мені қолдау ретінде астына өзіңіздің пікіріңізді білдіре кетіңіз міндетті түрде. Енді соусын құятын боламыз. Екеуіне осылай соусты бөліп құйдым. Негізінде 4 порция шығаруға болады, балықтарды 2-ге бөліп. Соусымен өте керемет болып шыққан, бетіне лимон сығынысын сығып, жей беріңіздер. Өте керемет болып шыққан, сөз жоқ енді. Дәмі тіл үйретіндей керемет болған енді. Тура кофейнядағы, ресторандағыдай керемет болған енді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Күріште өте рассыпчатый болған, яғни шашылып тұрған болып шыққан. Мен жанына шпинат және де черри помидорын пайдаландым. Дастарханға ұсынғанға өте керемет. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.